Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 41-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үлес туралы түсінік. Уақытты қалай өлшейді? Бірінші есеп. Сағаттың әрбір цифрлы беті бірдей қанша бөлікке бөлінгеніне қара. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есепте. Бірінші сағатқа қарайтын болсақ, көк түсті сызықпен бір рет бөлінген. Ал оны бір рет бөлсек, екі бөлік пайда болады. Сонда екі бөлік, ал бір сағатты біз екіге бөлетін болсақ, сонда оның әр қайсысында 30 минуттан пайда болады. Сонда екі бөлік 30 минут болады. Екінші сағатты 4 бөлікке бөлген, оның әр бөлігінде 15 минуттан бар болады. Үшінші сағатта 3 бөлікке бөлінген, әр бөлікте 20 минуттан бар. Төртінші сағатта 6 бөлікке бөлген, әр бөлікте 10 минуттан бар. Себебі бір сағатта 60 минут бар, 60 минутта 6-ға бөлсек 10 минуттан тиеді екен. Енді келесі екінші есебімізді шығарайық. Әлияға уақытты әр түрлі айтуға көмектес, пікірлерді толықтыр. А деген есепке қарайық. 6 сағат 15 минут, немесе 6-дан 15 минут кетті деп айтсақ болады. Келесі Ә деген есеп 5,5 немесе 5-тен 30 минут кетті деп айтсақ болады екен. Б. 3 сағат 45 минут немесе 4-ке 15 минут қалды деп айтсақ болады. Келесі үшінші есепке өтейік. Суретке қара, дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айт. Бірінші суретке қарайтын болсақ, дөңгелекті 4 бөлікке бөлгенде оның бір бөлігі боялған. Сонда 4-тен 1 бөлігі деп міне жазылып тұр. Енді келесі 3 бөлікке бөлген, оның бір бөлігі боялған. Сонда 3-тен 1 бөлігі боялған деп жазылады. Келесі бір дөңгелекті 9 бөлікке бөліп тастаған, оның бір бөлігі боялған. Сол себепті оны 9-дан 1 деп жазамыз. Келесі 8 бөлікке бөліп, оның бір бөлігін бояп қоямыз. Сонда 8-тен 1 бөлігі болып жазылады. Келесі суретке қара, жолақтардың қандай бөлігі боялмаған жаз. Енді біз боялмаған бөліктерін жазып шығамыз. Енді біріншісіне қарасақ, 2 бөлікке бөлініп тұр. Оның бір бөлігі боялған, бір бөлігі боялмаған. Енді біз боялмаған бөлігін жазу үшін, міне бір бөлігі боялмаған, сонда 2-тен 1 бөлігі боялмаған деп жазамыз. Енді келесі, мынау біріншісі болады, мынау екіншісі. Екінші суретке қарайтын болсақ, 4 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған. Сонда 4-тен 1 бөлігі боялмаған болып жазылады. Келесі қарап тұратын болсаңыз, бұл үшіншісі, үшіншісінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонда 8 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған. Келесі төртінші. 3 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған. Сонда 3-тен 1 бөлігі боялмаған болады. Бесіншісінде 6 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған. Сонда 6-дан 1 бөлігі боялмаған деп жазылады. Келесі алтыншысы. Алтыншысына қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған. Сонда 12-ден бір бөлігі боялмаған деп жазылады екен. Келесі енді төртінші есепті шығарайық. Қағаздан бірдей 3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы біріншісін бірдей 2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөл. Бір үлестен боя. Үлестерді салыстыр. Салыстыру нәтижесін жаз. Ең үлкен және ең кіші үлестерді ата. Енді біз бірінші дөңгелекті 2-ге бүктеген екен, оның бір бөлігін бояймыз. Міне, яғни мына бөлігі боялады екен. Енді келесі дөңгелегіміз 4 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялады. Келесі 8 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялады. Енді осы үлестерді жазып шығайық. Мынау 2-ден 1 бөлік, мынау 4-тен 1 бөлік, мынау 8-ден 1 бөлік. Енді осыларды біз салыстыру керек екенбіз. 2-ден 1 үлкен ба, әлде 4-тен 1 үлкен ба? Әрине, 4-ке бөліп тастап, оның бір бөлігін алсақ, кішкентай ғана жері боялған ғой. Ал 2 бөлікке бөліп, оның бір бөлігін алсақ, үлкен жер боялған. Сонда 2-ден 1 деген бөлігіміз үлкен болып есептелінеді. Келесі 4-тен 1 мен 8-ден 1-ді салыстырамыз. 4-тен 1 мен 8-ден 1-ді салыстырсақ, әрине 4-тен 1 үлкен болады. Себебі 8-ден 1-дің бөлінген бөлігі боялғанымен 4-тен 1-дің бөлінген бөлігін салыстыратын болсақ, 4-тен 1-дікі көбірек. Сол себепті 4-тен 1 үлкен болады. Ал бұл жерде ең үлкені сонда 2-ден 1, ең үлкені 2-ден 1 бөлік болатын болса, ең кішісі 8-ден 1 бөлік болады екен. Бесінші есеп, есептерді шығар. А. Бір тетік жасау үшін шебер 9 минут жұмсады. Осындай 6 тетік жасау үшін оған қанша минут уақыт қажет? 9 тетік жасау үшін ше. Бірінші есептің берілген жазайық. Бір тетік 9 минут. 6 тетік қанша минут? Тоғыз тетік қанша минут? Ол үшін шешуін деп жазып шығарамыз. Шешуі бірінші 6 тетікті табу үшін 6-ны 9 минутқа көбейтеміз. Сонда 54 минут. Бұл 6 тетіктікі. Екінші 9 тетікті табу үшін 9-ды көбейтемін 9-ға. Тең 81 минут. Бұл 9 тетікті жасау үшін уақыты. Жауабы 6 тетікке 54 минут, 9 тетікке 81 минут қажет. Келесі екінші ә деген есепті шығарайық. Ол үшін мына жердегі берілгенді өшіріп тастаймыз. Анам көже пісіру үшін 45 минут, ал бәліш дайындауға одан 20 минут артық уақыт жұмсады. Анам тағам дайындау үшін
барлығы қанша уақыт жұмсады? Есептің жауабын сағат және минутпен өрнекте. Ол үшін біз есептің бірінші берілгенін жазайық. Көже пісіруге, көже деп қояйын, 45 минут. Ал бәліш дайындауға 20 минут артық. Яғни жоғарға қарай стрелка қойып қоямын. Енді шешуін табу үшін бірінші мен бәліш дайындауға кеткен уақытты тауып аламын. Сонда 20 минутқа 45 минутты қосамын. Сонда 65 минут болады. Бұл бәліш дайындауға кеткен уақыт. Енді жалпы екеуін табу үшін 45 минут көженің уақыты мен бәліштің уақытын 65 минутты қосамын. 45-ке қосамын 65 минутты. Сонда жауабы 110 минут болады. 110 минутты сағатқа өрнектейтін болсақ, 1 сағат 50 минут болады. Себебі 1 сағатта 60 минут бар. Бұл барлығының уақыты. Жауабы 1 сағат 50 минут деп жазып қоямыз. Келесі есепке өтейік. 6-шы есеп. Аралары қанша минут болады? Соларды анықтау керекпіз. Мысалға, 8:30 мен 9-ға 15 минут қалғанда деген есептің арасында, яғни 2 сағаттың арасында қанша уақыт қалғандығын анықтау керекпіз. 8:30 дегеніміз ол 8-ден 30 кетті деген сөз. Ал 9-ға 15 минут қалғанда дегеніміз ол 8-ден 45 минут кетті деген сөз. Сонда арасында 15 минут бар екен. Келесі, 5:30 мен 6-дан 15 минут кеткенде дейді. 5:30 дегеніміз 5-ден 30 кеткен деген сөз. Ал 6-дан 15 минут кеткен дегеніміз бұл 6-дан 15 минут кетті деп жазамыз. Сонда арасында 45 минут бар екен. Келесі, 7-ден 15 минут кеткен уақыт пен 7:30 дейді. 7-ден 15 минут кетті деп жазамыз. Және де 7:30, 7-ден 30 кетті деген сөз. Арасында 15 минут бар екен. Келесі, 9-дан 15 минут кеткен уақыт пен сағат 10-да дейді. Сонда 9-дан 15 минут кетті дегенімізді жазамыз. Және де сағат 10. Ол 10:00 болып есептелінеді. Арасында сонда 45 минут бар екен. Келесі, 3-ден 15 минут кеткенмен сағат 4-те дейді. 3-ден 15 минут кетті, сағат және 4-те. Ол 4:00. Арасында сонда 45 минут бар екен. Келесі, сағат 12 мен 12-ден 15 минут кеткенде дейді. Сағат 12 дегеніміз ол 12:00. 12-ден 15 минут кетті дегеніміз 12-ден 15 кетті деген сөз. Арасында сонда 15 минут бар деген сөз. Келесі, енді 7-ші есепке өтейік. 7-ші есепте есепте деп тұр, есептеп жазатын боламыз. 36-ны бөлеміз 9-ға. Сонда жауабы тең
4 болады. 42-ні бөлемін 7-ге тең 6 болады. 9-ы 9-ға көбейтемін тең 81. 4-ті 7-ге көбейтсем 28. 25-ті 5-ге бөлетін болсам 5. 63-ті 9-ға бөлетін болсам 7. 72-ні 8-ге бөлсем 9. 24-ті 6-ға бөлсем 4. 27-ні 3-ге бөлсем тең 9. 49-ті бөлемін 7-ге тең 7. 32-ні бөлемін 8-ге тең 4. 42-ні бөлемін 6-ға тең 7 болады екен. Келесі 8-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер дейді. Олай болса баған түрінде шығарамыз. 600-ден аламын 89-ды. 1 қарыз сұраймын, оннан 9-ды аламын 1. 1 қарыз сұрап қойдым, 9 қалды. Тағы 1 қарыз сұраймын. Бірақ ол сол күйі 9 болып қала береді. 9-дан 8 алсам 1. 1 қарыз сұрап қойдық, сол себепті мына жақта 5 қалады. Сонда жауабы тең 511 болады екен. Келесі 415-ге қосамын 279-ды. Сонда 9-ға 5-ті қосатын болсам 14, 1 ойда, 1-ге 7-ні қосамын 8, ойдағы мен 9, 4-ге 2-ні қосамын 6. Сонда тең 694 болады. Келесі 49-ға қосамын 486-ны. 9-ға 6-ны қоссам 15, 1 ойда, 4-ге 8-ті қосатын болсам 12, ойдағы мен 13, 1 ойда, 4, ойдағы мен 5, 535 болады. Енді мынаны өшіріп тастап, қайтадан тағы жазып шығаратын боламыз. 506-дан аламын 49-ды. 6 9-ға жетпейді, 1 қарыз сұраймын. 16-дан 9 алсам 7 қалады. 1 қарыз сұрап қойдым, 9 қалды. 9-дан 4-ті аламын, сонда 9-дан 4-ті алсам 5 қалады. 1 қарыз мына жақтан да сұрап қойдым, сол себепті бұл жақта 4 қалады. Сонда 457 деген жауап болады. Келесі 145-ге қосамын 329-ды. 5-ке 9-ды қоссам 14, 1 ойда, 4-ге 2-ні қоссам 6, ойдағы мен 7. 1-ге 3-ті қосамын 4, сонда 474 болады. Келесі 1000-нан аламын 597-ні. Сонда 1 қарыз сұраймын, 10-нан 7-ні алсам 3, 1 қарыз сұрап қойдым, 9 қалды. 9-дан 9 аламын 0, мына жақтан тағы 1 қарыз сұрап қойдым, 9 қалды. 9-дан 5-ті алсам 4, сонда 403 деген жауап қалады. Енді келесі қатарды шығарамыз. Әдемі қылып жазып алыңыздар. 455-ге қосамын 196-ны. 6-ға 5-ті қоссам 11, 1 ойда, 9-ға 5-ті қоссам 14, ойдағы мен 15, 1 ойда, 4-ке 1-ді қосамын 5, ойдағы мен 6, сонда тең 651 болады. Келесі 458 қосамын 349. 9-ға 8-ді қоссам 17, 1 ойда. 5-ке 4-ті қосамын 9, ойдағы мен 10, 1 ойда. 4-ке 3-ті қосамын 7, ойдағы мен 8 болады. Сонда 807 деген жауап. Келесі 172-ден аламын 49-ды. 1 қарыз сұраймын, 12-ден 9-ды алсам 3 қалады. 1 қарыз сұрадым, 6 қалды. 6-дан 4-ті аламын 2. 1-дің өзі түседі. Сонда тең 123 болады. Келесі қатарды шығарамыз. 951 аламын 89.
бір қарыс сұраймын, 11-ден 9-ды алсам 2, бір қарыс сұрадым, 4 қалды, иә. Тағы бір қарыс сұраймын, 14-ден 8-ді аламын, 6 қалады. Бір қарыс сұрап қойдым, 8 қалды, сонда 862. Келесі 750 аламын, 352. Бір қарыс сұраймын, 10-нан 2-ні аламын, 8. Бір қарыс сұрап қойдым, 4 қалды. Тағы бір қарыс сұраймын, 14-ден 5-ді аламын, 9. Бір қарыс сұрап қойдым, 6. 6-дан 3-ді аламын, 3. Сонда 398. Келесі 458-ге қосамын 442-ні. 8-ге 2-ні қосатын болсам 10, бір ойда. 5-ге 4-ті қосамын 9, ойдағы мен 10, бір ойда. 4-ге 4, 8, ойдағы мен 9 болады. Сонда 900 деген жауап шығады. Келесі 9-шы есеп. Мирастың сағаты 15 минут артта қалып қойды. Егер Мирастың сағатының тілі суреттегідей орналасқан болса, дұрыс жүретін сағат қандай уақытты көрсететінін жаз. Бірінші сағатта 1-ден 15 минут кетті. Яғни оны біз 13-ден 15 минутты деп айтамыз, иә? Негізі бұл сағат сол сағатты көрсетіп тұр. Бірақ ол 15 минутқа артта қалып қойған. Сол себепті біз 15 минутты қосып жазатын боламыз. Мына сағатта 13-ден 15 кетті, біз 13-ден 30 кетті деп жазамыз. Келесі сағатымызда негізі бұл жерде Мирастың сағаты 3-ден 45 минут кетті. Яғни ол 15-ден 45 минут кетті деген сөз. Ал оның шынымен де қалмаған уақыты бойынша есептейтін болсақ, 16:00 болады екен. Келесі 8-ден 5 кетті. Яғни кешкі сағат 20-дан 5 кетті. Енді біз оны тура сағат бойынша жазатын болсақ, 20-дан 20 кетті деп жазамыз. Келесі 5-ден 50 кетті, яғни 17-ден 50 кетті деген сөз. Біз тура сағатты жазу үшін ол 6-дан 5 кетеді. 6-дан 5 дегенімізді біз 18-ден 5 кетті деп жазамыз. Келесі сағатымыз 7-ден 30 кетті, яғни 7:30 болды. Бірақ біз оны 19-дан 30 кетті деп айтамыз. Бірақ бұл сағатымыз 15 минутқа қалып кеткен, сол себепті біз 45 минутта деп кетті деп айтамыз. Олай болса біз 19-дан 45 минут кетті деп жазып қояды екенбіз. Келесі 10-шы есеп. Түрлі түсті қағаздан 2 бірдей шаршы дайында. Оларды бүктеу арқылы бірдей бөліктерге бөл. Бүктеу сызығы бойынша қи, ою өрнектер құрастыр. Біз кез келген осындай мен біреу-біреуінен көрсетейін. Мысалға, мынау бір шаршы, мынау екінші шаршы, мынау үшінші шаршы. Әрине бұл өздеріңіз қағазды қиып, солай шығаратын есеп, мен бағытын көрсетейін. Мысалға, бір шаршыны біз 2 бөлікке бүктейтін болсақ, міне қақ ортасынан бүктедік, осындай 2 бөлік пайда болады. Ал егер оны біз тағы да 4 бөлікке бүктейтін болсақ, 2 рет бүктесек, міне 4 бөлік шығады. Одан кейін тағы да 8 рет бүктесек те болады. Мысалға, оны біз былай да бүктесек болады. Бүктеп алып, қайтадан тағы да осылай бөлсек болады. Енді мен екінші бағыты бойынша көрсетейін. Мысалға, тағы бір осындай шаршы берілсін. Оны бірақ мына жанынан осылай ортасынан бөліп бүктейміз. Келесін осылай ортасынан тағы да жанынан, міне 2 рет бүктедік. Тағы біреуісін былай бүктеміз.
осылай бүктеген кезде тағы былай бір бүктеуге болады және тағы былай бір сызық қылып бүктеуге болады. Сонда осындай әртүрлі бөліктерге бөлінген қағаздар шығады. Әрине сіздер бұны өздеріңіз эксперимент ретінде қағазды қырқып бүктеп көріңіздер. Одан кейін шыққан бөліктерден ою-өрнектерді құрастырып көрсетсеңіздер болады. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналым ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Олай болса мен сіздермен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.